Қалайсыздар қыздар? Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай керемет дәмді айсти жасайтын боламыз. Толық рецепті білу үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Керекті заттар: 300 грамм қант, жарты лимон, 1 алма, 2 мандарин, жарты апельсин, 30 грамм каркаде, 30 грамм жалбыз. Ыдысымызға су құйып болған соң каркаде және қантты қосып салатын боламыз. Енді жемістердің барлығын бірден саламыз. Лимонымызды сығып саламыз. Жиырма 30 грамм жалбызымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. 15-20 минут қайнатып, орташа отта суытып іше беруімізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей осымен дайын болады. Сіздерге ас болсын, балаларыңызға, отбасыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен болған Меруерт. Егер де видеом ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.